сабақ бізде видеоны қалай түсіреміз, немен қалай. Енді менде мынадай штатив бар. Штатив болғанда бұл не лампа, кольцевая лампа, нелерге арналған, видео түсіретін адамдарға арналған. Осындай лампа керек. Мына лампаны мысалға осындай тоғы бар. Мына жерде ұзартылады, және мына жерден қайтадан төмен түсіруге болады. Үшін бұның размерін келтіруге болады. Мынадай тоғы бар. Тоққа тыққаннан кейін мінекей мынандай әртүрлі цветтері бар өзінің. Мынадай түсі бар, мынадай жарықтары бар, әртүрлі жарықтың түстері бар. Бұл жерде келтіруге болады. Негізінде освещение, жарық өте маңызды. Негізі видеода әдемі болу үшін жарық өте маңызды. Осындай жарық болған дұрыс. Осындай лампа керек. Немесе осындай не керек? Штатив керек. Осындай штатив керек. Бұның да аяғы неге келеді, регулировка жасау керек. Мысалы мынаны былай кигіздік, сонда бұл осындай болып кішірейді. Бұдан да кішірейтуге болады. Міне осылай істейміз. Қойып мына жерге телефонды ілетін жері бар, сонымен видеоны түсіруге болады. Бұл екінші вариант. Бұл қатты қымбат емес. Егер видео түсіруге. Менде тағы мынадай түрі бар. Мына жерін былай мына жерге бүйтіп іліп қоямыз. Мына жерге столешницаға келмей тұр, өйткені қалың болғасын. Сосын мына жерге телефонды іліп, осы жерге іліп телефонды видеоны түсіре береміз. Мынау майысады. Майыса береді, келтіруге болады. Енді видеоны қалай түсіреміз? Именно мынау неге? YouTube-қа. Бірінші видеоны түсіру үшін мына жерде видео түсіретін, видеоны телефонды қоятын, мына жерге ілетіні бар. Камераны осылай ілдік. Енді ілгеннен кейін мына қараңыздар, мына жағын былай қоямыз. YouTube-қа видео түсіретін кезде міндетті түрде осылай видеоны, камераны осылай қоюымыз керек. Біз тура осындай болу керек. Мынандай ұзыннан болмасын. Міне осылай түсіреміз. Және міндетті түрде керегі мынау камераны міндетті түрде сүрту керек. Камераны әдемі қылып, каждый видеоны түсіретін кезде міндетті түрде камераны сүрту керек. Камераны осылай сүртіп жатырмын. Барынша әдемі қылып камераны сүрту керек. Осылай камера міндетті түрде сүртілу керек. Видеоға түсіретін кезде камераны ұмытпай шүберекпен, таза шүберекпен сүртіп алыңыздар. Енді қазір видеоны түсіріп бастаймыз. Әдемі болып, ол үшін, әдемі қылып видеоны түсіру үшін мынадай кішкене осындай бір декорлар керек. Мынадай қатты гүлдің қажеті жоқ, осындай әдемі бір декор болса болады. Осылай қоямыз. Мысалға біз қазір салат жасаймыз. Салатқа қажет дүниелер деп қазір видеоны түсіретін боламыз. Міне қостық видеоны. Енді осылай тураймыз. Енді осылай салып жатқанымызды былай түсіреміз. Содан кейін мынаны басамыз. Өшіреміз қайтадан видеоны. Ендігі видеоны қиярды турап жатқанымыз. Қиярды турап болдық. Бұлай салып атқанымызды түсіріп аламыз да, қайтадан өшіреміз. Қайтадан басып, негізі кішкене де қылып та алуға болады. Мына редисканы турап атқанымызды неміз дайын болды деген сияқты.
өшіреміз. Сонан соң қайтадан басып, мына жерге тұз сеуіп жатқанымызды қосамыз. Араластырып жатқанымызды саламыз осылай. Бұл енді менің просто сіздерге мысалға көрсетіп жатырмын сіздерге. Аламыз да осыны, телефонды аламыз. Алғаннан кейін мынаны өшіреміз. Содан камераны сүртеміз. Фото жасау үшін де камераны әдемі қылып сүртеміз. Сүртіп, міне қараңыздар, осылай әдемі қылып фото жасаймыз. Әртүрлі ракурстан, мынандай ракурстан. Содан соң міндетті түрде мынадай форматта видео жасап алуларыңыз керек. Осындай форматта бұл Инстаграмның рилсқа және неге салуға, шортсқа салуға болады, және тиктокқа салуға болатын. Осылай бір видео жасап аламыз. Мына кейіңіздер. Или болмаса бұлай әдемі қылып. Әдемі қылып видеоны түсіруге болады. Сонымен бұл сабақ видеоны қалай түсіреміз